Егер сұйық бисквитті осындай формаға құйып, ол барлығы ағып кетіп жатса, менен сіздерге бір лайфхак. Пешімізді жақсылап қыздырамыз. Осы формочканы біздің сұйық қамырымызға батырып аламыз. Осы батырып аламыз да. Жан жағы бәріне қамыр болу керек. Сосын оны осылай пергаменттің үстіне қоямыз. Егер ашық тұрған жерлер болса, сәл кішкене қамырдан құйып жүрсеңіздер болады. Және пешімізді қатты қыздырамыз 180 градусқа. Соған бір минутқа ма, жарты минутқа қойып аламыз. Сонда мынау қамырдың құрамындағы бар бисквит, сонда мына бисквиттің құрамында қосылтқыш бар ғой, сол сәл кісіңкіреп, үлкейіп, мына бүкіл тесіктерін, шелдерін бәрін бітеп тастайды. Сонда қамырыңыз сыртқа ағып кетпейді. Міне қараңыздар, жаңа біздің қойған бортықтарымыз ішінде тесті осылай тұрады. Сырт піскен кезде сыртына ағып кетпейді.